Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін осындай өте дәмі ерекше торт, яғни молочный девочка тортын жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге 2 жұмыртқа, бөлме температурасындағы сары май және сгущенка қажет болады. Оның барлығын жақсылап миксерлеп аламыз. Ұнымызға 1 шай қасық қопсытқыш қосып, жақсылап араластырып алып, барлығын ситадан өткізіп араластырамыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізуіміз тиіс. Сол кезде коржымыз өте сондай жақсы болып піседі. Енді коржымыздың формасын дайындайтын боламыз. Ол үшін пергаментті бумагаға дәл осылай формамызды салып аламыз. Сол кезде алған кезде дәл осылай форма шығады. Енді пергаментті бумагаға коржымыздың салмасын құямыз. Менде 2,5 ас қасық салынды. Дәл осы видеодағыдай жағып шығамыз. Барлығын дайындап алғаннан кейін қызып тұрған пеште 180 градуста 6-7 минут пісіріп аламыз. Корждар дәл осындай болып шығуы тиіс. Енді корждардың жан-жағын түзеп алу үшін дәл осылай кольцамен қиып алдым. Тортымыздың кремін дайындайық. Ол үшін бізге ең алдымен 33-35% сливки қажет болады. Міндетті түрде тоңазытқыштан шыққан болуы тиіс. Салқын болуы тиіс, яғни. Дәл осылай 7-8 минут миксерлеп шығамыз, қоюланғанша. Шамалы қоюланып бастаған кезде сахарный пудрамызды 3-ке бөліп салып миксерлеп отырамыз. Дәл осылай қоюланған кезде үстіне творожный сырды қосып, жақсылап миксерлейміз. Креміміз формасын дәл осылай ұстап қалуы тиіс, және табадан ол ағып кетпеуі тиіс. Енді тортты жинаймыз. Ол үшін коржымызды қойып, үстіне 2-3 ас қасық кремімізді салып, жақсылап айналдыра жағып шығамыз. Және де маған ыңғайлы болу үшін оны кольцаға жинадым. Барлығын жинап болғаннан кейін бетін целлофанмен жауып, тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қоямыз. Менде 1 сағат өтті. Енді қалған кремімізді тортқа жақсылап дәл видеодағыдай жағып шығамыз. Тортты қалағандарыңыз бойынша әсемдеп шығуға болады. Мен дәл осылай әсемдеп шықтым. Видеоны соңына дейін қарап, менімен болғандарыңыз үшін рахмет.